Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте қарапайым торт жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, жасалу жолы да оңай, құрамы да қолжетімді. Жасап көріңіздер достар. Бізге жұмыртқа мен қант керек болады. Екеуін қосып миксерлейміз. Қантымыз ерігенге дейін ақ болғанша жұмыртқамыз миксерлейміз. Болғаннан кейін айран және сұйық май құямыз. Бөлек ұн, какао, разрыхлитель және де ас содасын салып біріктіріп араластырып аламыз. Сосын массамызға саламыз бірден. Бірінші лапат күннің көмегімен араластырып аламыз, содан кейін барып миксерлейміз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай болу керек. Форманың диаметрі 22. Егерде менікіндей форма болатын болса, астына фольганы 2 қабаттап, форманы үстіне қойып, жан-жағын барлығын бітейміз. Егер асты жабық форма болатын болса, онда пергамент қағазымен жасай беруге болады. Массамызды құямыз. Пешіміз алдын ала қызып тұру керек. 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Енді крем жасаймыз. Креміне тек вареный сгущенка және де қаймақ қажет. Екеуін араластырамыз. Немесе бұндай кремнің орнына сгущенканың тек өзін пайдалансаңыздар болады. Бисквитіміз дайын болды. Бетіндегі төмпешікті алып тастаймыз. Енді бисквитімізді 3 бөлікке бөліп аламыз. Кремде 4-5 ас қасық саламыз әрбір коржыға. Достар, жаңа айтқанымдай, ақ сгущенкамен де өте дәмді болып шығады. Тек жай ғана сол ақ сгущенканы өзін пайдаласаңыз өте дәмді. Болғаннан кейін жан-жағына жағып шығамыз қалған кремді. Артық коржды қолмен ұнтақтап, тортымыздың жан-жағына және үстіне сеуіп шығамыз. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз тортымызды. Сонда сіңіп, жұп-жұмсақ болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.